Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Қоғамды жиі шулатып тұратын экс-депутат Бекболат Тілеуханның бұл жолы туған інісі жұрт назарына ілінді. Ол жезөкшенің емшегін мыжып жүрем деп әйелімен ажырасып кетіпті. Достар, Тілеухан енді мұсылман санала ма? Әлде олар енді кәпір ма? Комментарийге жазыңыз. Барлық шындықты біліп отыру үшін арнамызға жазылыңыз. Ал енді бастайық. Әлеуметтік желідегі парақшаларынан Бекболат Тілеуханның жаңа келінінің есімі София Кляйн Тілеухан деп өзгергенін аңғаруға болады. Яғни жолдасының тегін тіркеп үлгерген. Сонымен қатар оның Мәскеу қаласында тұрғаны, визажист екені жазылған. Парақшаларының барлығын ашық ұстайтын Софияның кәсібіне арналған парақшасы Plainse Fabioli. Жаңа келіннің желідегі жазбаларынан байқағанымыздай, оның Қазақстанға қоныс аударғанына көп бола қоймаған. Биылғы 3 қазаннан бастап Instagram желісіндегі мекен жайын Алматы деп көрсете бастаған. Ал Мейрам Тілеуханды күйеуім деп таныстырған. Суреттерден олардың мешітке барғандығы, некелерін қидырғандығы байқалады. Сондай-ақ София Абай атындағы опера балет театрында жүр. Жергілікті әртістермен танысып, араласқысы келетін сыңайлы. Менің өмірімнің жаңа кезеңі. Ол мүлде басқаша болғанымен маған қатты ұнайды. Соңғы кезде көптеген өзгерістер болып жатыр. Өзге елге көштім. Тіл үйреніп жатырмын. Қайтадан көлік жүргізуді меңгеріп жүрмін. Үйдің құрылысы, тойға әзірлік, намаз оқып үйрену. Бірте-бірте исламға келе жатырмын. Деп жазды София Кляйн Тілеухан әлеуметтік желідегі парақшасында. Жаңа жұптың бозбала мен бойжеткендей бақытты өмірі романтика мен байлықтан басталып жатқаны байқалады. София кешегі сторисында жатын бөлмесінен суреттер жариялады. Онда раушан гүлдерінің күлтесі есіктен төсекке дейін шашылып жатыр. Белгілі болғандай, кеше Бекболат Тілеуханның келіні болған Тоғжан Қожалы Facebook әлеуметтік желісінде енді Тілеухандар әулетінің келіні емес екендігін айтып жазба қалдырды. Қоғам белсендісі ретінде танылған Тоғжан Қожалы медиа салада Бекболат Тілеухан мен саяси көзқарастары сәйкес келмейтіні де айтылған. Ол жазбада өзінің жақсы әйел, жақсы келін болғандығын атап өтіпті. Айтуынша, Мейрам екеуінің бір қызы бар. Осы пост арқылы ерлі зайыпты Тоғжан мен Мейрам енді бірге емес екенін жариялаймын. Енді мен Тілеухан әулетінің келіні емеспін. Жаңа жұпқа бақыт пен жақсылық, сондай-ақ көп балалы болуын тілеймін. Ал мен бұрынғыдан да бақытты тәуелсіз өмірдің жаңа кезеңін бастадым деп жазды Тоғжан Қожалы. Жаңалықты таңданыспен қабылдағанын айтқан көптеген желі қолданушылары шешімдерінің оң болуын айтып, ақ тілектерін білдірді. Орал Халық Республикасы. Қазақстанның солтүстік батысындағы Батыс Қазақстан облысының орталығы, Орал қаласы бір ай бұрын Ресейден ағылған нөпірге тап болған. Жергілікті жұрт мобилизациядан қашқандарды қалай қабылдады? Қалада қалған ресейліктер не дейді? Оралдықтардың оларға көзқарасы қандай? Бір ай бұрын Орал үлкен вокзалға ұқсайтын. Көшелер сөмке шабаданын сүйреп, не істерін білмей жүрген ресейліктерге толып, такси жүргізушілері мен жалдамалы пәтер иелері жағдайды пайдаланып көбірек ақша табуға тырысты. Қыркүйектің аяғы қазанның басында шекара маңындағы қалаға мобилизациядан қашқан ондаған мың адам келген. Орал бұрын соңды мұндай миграция толқынын көрмеген. Қазір қала қалыпты тіршілігіне орала бастады. Ресейден келгендердің көбі басқа қалаларға немесе шетелге кетті. Жергілікті билік ресейліктерді уақытша қоныстандыру үшін бөлген атамекен балалар лагері бос тұр. Лагердегі соңғы қонақтар 7 қазанда кеткен. Соңғы деректерді әкімдікке тапсырдық. Бір аптада 700-ге жуық адам қабылдадық дейді лагер директорының міндетін атқарушы Аян Мақбулов. Қонақ үйлер мен хостелдерде орын болмай, пәтер бағасы шарықтап кеткенде ресейліктерге түнейтін орын ұсынған қалалық кинотеатрда әдеттегідей жұмыс істеп жатыр. Кинотеатр директоры Дилара Мұхамғалиева залдан бір апта бойы адам үзілмегенін айтады. Бір түнде 200-ге жуық адам қонатын. Кейде көп, кейде аз болады. Бірақ орташа есеппен алғанда 200-дей адам түнейтін дейді Дилара Мұхамғалиева. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында да бұрынғыдай кезек жоқ. Тіркеуге тұрып, жеке сәйкестендіру нөмірін сұрап келгендердің көбі қажет құжаттарын алып үлгерген. Мәскеуден Оралға. Бөтен қаладағы бір ай. 21 қыркүйекте Ресей президенті Владимир Путин Украинаға қарсы соғысқа қол жинау үшін ішінара мобилизация жариялағанда Александр мен Ирина тез жиналып, өздері жақсы білмейтін Қазақстанға көшіп кеткен. Александр кейінгі айларда Қазақстан жаңалықтарын қалт жібермей қарап отырған. Астана Донбастағы сепаратистік құрылымдарды мойындаудан бас тартқанын естіген. Мәскеу Украинаға басып кірмей тұрып, көрші мемлекет аумағында құрылған сепаратистік республикалардың тәуелсіздігін мойындаған.
Кейін жергілікті орыс тілді халықты қорғау үшін арнайы операция бастаған. Күзде Кремль Украинаның оккупацияланған облыстарын өзіне қосып алды. Путин ішінара мобилизация жариялап, әскерге адам жинай бастады. Қолына қару алып, соғысқа барғысы келмегендер жаппай шетелге қаша бастады. Алдағы белгісіздіктен қорыққан жоқпыз. Бастысы, басымызда аман алып қалғымыз келді. Мақсатымыз тірі қалу болды, дейді Александр. Александр мен Ирина аты жөнін толық көрсетпеуді сұрады. Олар Ресейде қалған жақындарына қысым жасалуы мүмкін деп қорқады. Ерлі зайыпты Қазақстанға да әлі үйренісе қоймаған. Тұрғылықты мекен-жай анықтамасын алуға өтініш бердік. Сотталмағанымыз туралы анықтама, медициналық комиссия қорытындысы және қан сараптамасын өткіздік. Қазір қолымызда ештеңе жоқ. Такси жүргізушісі болып жүрмін, Яндекс таксиге тіркелдім. Сақтандыру жасаттым, таксопаркке жұмыс істеймін, дейді ол. Жас отбасы жер үйдің бір бөлмесін жалға алған. Бұл үйде Ресейден келген тағы бір отбасы мен үй иесі тұрады. Александр мен Ирина бір бөлме мен ортақ ас үйге 100 мың теңге, $211 төлейді. Александр бұл қымбат екенін, бірақ әзірге пәтер бағасы шарықтап тұрғанын, осы бөлменің өзін әзер тапқанын айтады. Алғаш келгенде 30 шақты пәтерге хабарластық. Ешқайсысы бос болмады. Бір пәтер иесі, тез келсеңдер, алып үлгересіңдер, деді. Барып, сол пәтерге жайғастық. Әуелде тәулігіне 5000 теңгеден төледік. Кейін бір айға жалға алдық. Бұл қымбат екенін білемін. Бірақ 400 мыңға үй жалдап тұрып жатқан адамдар да бар, дейді Александр. Оралда тұрған бір айда ерлі зайыпты жергілікті халықтан жағымсыз пікір естімеген. Ресейлік отбасы оралдықтар өздерін құшақ жая қарсы алып, қонақжайлық танытқанын айтады. Александрдың сөзінше, Ресейде басқа мемлекеттерде ешкім орыс тілінде сөйлемейді. Айналамыздың бәрі фашист деген қаңқу сөз көп. Қазақстандағы цифрландыру деңгейіне таңғалдым. Ресейліктерге арнап бөлек халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашты. Мұны жергілікті халықтың қамы үшін, соларға қолайсыз болмасын деп жасағандарын білемін. Бірақ Ресеймен салыстырсам, бізде олай жасамас еді деп ойлаймын, дейді Александр. Оралдықтар не дейді? Ерікті Зарема Омарова кейіпкердің сұрауы бойынша аты жөні өзгертілді. Мигранттардың негізгі толқыны 20 қыркүйек күндері келгенін айтады. Кейін Қазақстанға келушілер саны азайған. Қазірде елге келіп жатқан ресейліктер бар. Бірақ бірен саран ғана. Өзім шекараға барып, жұртты тегін тастым. Келгендердің 80%-ы Орал арқылы басқа жаққа кетті. Оралда тұрақтап қалғандар да бар, бірақ ондайлар аз, дейді ерікті. Орал тұрғыны Оксана Головина қалаға Ресей азаматтарының келуінен сескенгенін жасырмайды. Қалада орыстар көп ішеді деген стереотип болған. Қыркүйектің 20-ларында баламмен ауруханада жаттым. Сондықтан ресейліктердің қалаға келгенін көрген жоқпын. Ауруханадан шыққанда көшеде 4-5 адамнан топтасып жүрген ресейлік ер азаматтар көп кездесті. Балалы әйел ретінде көшеде еркін жүре алмадым. Бейсаналы түрде оларды қауіп көрдім. Олардың қандай ниетпен келгенін білмейміз ғой, дейді Оксана Головина. Ресейден келген азаматтармен сөйлескеннен кейін Оксананың көңілі жайланған. Ол, келгендердің көбі ішіп алып, төбелес шығаратын адамдар емес, дейді. Осы тұрғыдан алғанда жолымыз болды. Бұл кезеңді аман-есен өткердік. Пәтер мен тауар бағасының өскені қынжылтады. Жағдайға байланысты бағалар осы күйінде қалып қоюы мүмкін, дейді ол. Өкінішке қарай, миграция толқыны Оксана айтқандай тыныш өткен жоқ. Қазақстандық жаңалықтар сайты қыркүйектің соңында Оралдағы түнгі клубтардың бірінде ресейліктер қатысқан төбелес болғаны жазды. Ресейдің 2 азаматы әкімшілік сотқа тартылып, тағы 2 азаматы ұсақ бұзақылық бабы бойынша 5 тәулік қамауда отырып шыққаннан кейін туған жеріне қайтарылған. Орал полициясы Ресейден келген көліктер 45 рет жол ережесін бұзғанын тіркелгенін мәлімдеді.